Сәлем достар, біз бүгін өте дәмді болып шығатын шарлотка дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды салып аламыз. Жұмыртқаның үстіне қант саламыз. Оның үстіне бір щепотка тұз салып, миксермен жақсылап миксерлейміз. Жұмыртқамыз осылай 2-3 есе үлкеюі қажет. Алманы осылай 4 бұрышты бөліктерге бөліп, турап аламыз. 4 бұрышты бөліктерге бөлінген алмаларды пирогтың ортасына саламыз. Оған бір алма да жеткілікті. Егер пирогқа қышқыл алма қоссаңыздар, пирог өте дәмді болып шығады. Екінші алманы видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп кесіп алыңыздар. Бұл алма пирогтың бетін әсемдеуге керек болады. Барлығы осылай бір пішінде болып шығуы тиіс. Ұнымызға бір шай қасық қопсытқышты қосып, ситадан өткізіп, жұмыртқалы массамызға қосамыз. Ұнды 2 бөлікке немесе 3 бөлікке бөліп қосамыз. Лопатканың көмегімен біркелкі масса болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Ерітілген сары майды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Тестамыз дайын болды. Формаға пергаментная бумаганы төсеп, тестаның жарты бөлігін ғана құямыз. Тегістеп жайып шығамыз.
Төртбұрышты бөліктерге бөлінген алмаларды осылай қойып шығамыз. Алманы ортасына салмасаңыздар да болады. Тестаның қалған бөлігін құямыз. Тегістеп жайып шығамыз. Бетіне алманы қойып шығамыз. Бетіне алманы осылай нан қойып шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Осындай болып пісіп шығады. Жақсылап суығанда бірақ формадан босатуға болады. Ортасы осындай болып шығады. Инстаграм парақшамды жоғарыға белгілеп кеттім, тіркеліңіздер. Менің рецебіммен жасаған тәттілеріңізді сториске салып, мені белгілеп кетуді ұмытпаңыздар. Өте тез дайындалатын пирог, өте жұмсақ, өте дәмді болып шыққан. Жасап көріңіздер.